Жігіттер, мына жұмсақ динозаврларға қараңдаршы. Трекс. Вау, мына Трекске қараңдаршы. Ол созылып, сығылып, айқайлай алады. Жігіттер, менде қызықты тәжірибе идеясы бар. Келіңдер, менімен бірге көріңдер. Бұл тәжірибе ойыншықтарды сумен толтырып, тым көп су құйғанда не болатынын көру. Қазір бос, сондықтан шлангты ішіне салайық. Резеңке ойыншықты сумен толтырғанда, су көп кірген сайын қысым артады. Су ойыншықтың қабырғаларына қатты қысым жасайды. Бұл тәжірибені тек ересек адаммен бірге жасаңыз. Ол қашан жарылатынын білмеймін. Бұл өте үлкен. Вау, бұл алып Трекс. Және велосираптор Блю. Менің ойыншықтарым тіріледі, мен бұны күтпедім. Жүгіру керек. Маған жасырынатын орын керек. Бұл кішкентай үй жасырынуға тамаша орын. Вау, бұл динозаврлар оларды ұстауға шақырып тұр. Пирораптор, гигантозавр, велосираптор Эхо. Вау, өте созылмалы. Резеңке ойыншықты тартқанда немесе басқанда, ол серпімді болғандықтан пішінін өзгертеді. Өте керемет. Жігіттер, сыртқа шығып тәжірибе жасайық. Дайындал, динозавр, енді мен сені сумен толтырамын. Окей. Бұл тәжірибені тек ересек адаммен бірге жасаңыз. Біздің ойыншық шар сияқты. Су көп құйған сайын резеңке көбірек созылады. Ой, жасырынайық. Мен сол жерде жасырынамын. Карнотавр менің сүйікті динозаврларымның бірі. Ал сенің сүйікті динозаврың қайсысы? Вау, өте созылмалы. Созылу бізге доптар, ойыншықтар және резеңке таспалардың қалай жұмыс істейтінін түсінуге көмектеседі. Мен өзімнің сүйікті 3 динозаврымды таңдадым. Олармен сыртта ойнайық. Бұл тәжірибені тек ересек адаммен бірге жасаңыз. Резеңке өте тез созылады. Енді күту керек. Ой, жоқ, менің ойыншықтарым алыптарға айналды. Маған жүгіру керек. Ой, сен де осындасың ба, қосылсам бола ма? Әрине, тез кел. Серпімді материал созылып, содан кейін бастапқы пішініне қайта оралуы мүмкін. Созылу заңдылығы іс жүзінде. Оларды қаншалықты көп тартсаңыз немесе толтырсаңыз, олар соншалықты созылады, бірақ тек белгілі бір шекке дейін. Егер сіз ұзақ тартсаңыз, ол сынуы немесе тіпті жарылуы мүмкін. Қазір сыртқа шығып, толтыру тәжірибесін жасайық. Суды толтыру тәжірибесінің мақсаты созылмалы материалға көбірек су қосқанда не болатынын көру. Біз ойыншықтың қалай кеңейетінін, қысымның ішке қалай кіретінін және ойыншық енді созыла алмайтын кезде не болатынын бақылаймыз. Бұл бізге серпімділік, қысым және материалдардың шектері туралы білуге көмектеседі.
үлкен динозаврға айналды. Бұл велосираптор Чарли, Трекс және спинозавр. Мұндай болады деп күтпедім. Жүгір. Бұл эксперимент тым алысқа кетті. Бұл спинозавр. Ақыры мен олардан құтылдым. Енді үйге қайтуым керек. Кіріңіз. Менің динозаврларыма қарашы. 1, 2, 3. Сені суға толтыратын уақыт келді. Оның қарнына қарашы. Өте керемет. Меніңше бұл оның шегі. Ой, жоқ, менің ойыншықтарым үлкейіп кетті. Не болғанын көрдің бе? Бұл мозазавр. Олар өте қорқынышты. Жігіттер, енді динозаврларымызбен не істейміз? Мен білемін. Біз сиқырлы таяғымызды табуымыз керек. Барлық динозаврларды қайтадан ойыншыққа айналдыру үшін. Жақсы, тезірек табайық. Мұнда жоқ. Мұнда да жоқ. Мүмкін ол жоғарда шығар? Онда емес. Бұл сиқырлы таяқ қайда? Жігіттер, мен таптым. Маған сәттілік тілеңдер, мен динозаврларымды қайтадан ойыншыққа айналдырамын. Сәттілік. Бұл тираннозавр Рекс және велосираптор Блю. Екеуі де ет жейтін динозаврлар. Оларда азығын ұстау үшін өткір тістері мен тырнақтары бар. Екеуі де теропод деп аталатын бір динозаврлар отбасынан. Түсіндім. Қарашы, парараптор, гиганозавр, велосираптор эхо. Керемет. 3 динозавр да ет жейтіндер. Олардың өткір тістері мен тырнақтары бар. Жай. Бұл карнотавр және Трекс. Және велосираптор Блю. Қайту уақыты келді. Бұл велосираптор Чарли, Трекс және спинозавр. Олардың түстеріне қарашы. Қызғылт сары, қызыл және жасыл. Мен абай болуым керек. Олардың барлығының қуатты аңшылық дағдылары болды. Олар жылдам және ақылды болды. Бұл динозаврларды қайтадан ойыншыққа айналдырайық. Вау, қарашы, бұл мозазавр. Вау, бұл дилофозавр және велосираптор. Сені қайтадан ойыншыққа айналдыратын уақыт келді. Жігіттер, біз барлық динозаврларды жинадық. Бұл алып динозаврлардан қашқаннан әлдеқайда қызықты. Бүгін біз ғылымның ойыншықтардың өсуінен бастап алып динозаврларға дейінгі ең ақылға сыймайтын нәрселерді түсіндіре алатынын білдік.
және қызығушылық таңғажайып жаңалықтарға жетелейді. Бұл рас, Стеффи. Бүгін мен созылу заңдылығының қалай жұмыс істейтінін іс жүзінде көріп үйрендім. Ойнап жүріп жаңа нәрселерді үйрену өте қызықты. Тек менің коллекциямды қараңыз. Нөмір 1. Нөмір 2. Нөмір 3. Даша! Бұл менің көлігім. Даша, бұл менің көлігім. Жоқ. Ей, күте тұрыңыз. Бұл менің көлігім. Не істеп жатырсың? Тоқта. Ой, жоқ, тоқтатыңызшы. Алекс. Дашаға жақсы бол. Жарайды, әке. Ей, Алекс. Алекс, не істедің? Кешір, Даша, мен мұны қайта жасамаймын. Әке, маған көмектес. Рахмет, әке. Оқасы жоқ. Даша, сыртқа шығып ойнайық. Жарайды. Алекс, уәде еткен көліктер қайда? Білмеймін, Даша, олар осында болды. Даша, менімен жүр, оның қайда екенін көрейік. Вау, Даша, қара, бұл өрт сөндіру көлігі. Алекс, қара, қандай ик баспалдақ. Білесіздер ме, кейбір өрт сөндіру көліктерінің баспалдақтары 60 метрге дейін жетуі мүмкін. Бұл 20 қабатты ғимараттың биіктігімен тең. Сонымен қатар, өрт сөндіру көліктері кішігірім бассейнді толтыруға жеткілікті су тасымалдайды. Даша, маған көмектесші, қалған көліктерді табуым керек. Жарайды. Өрт сөндіру көлігі барлық адамдарды қауіпсіз ұстайтын дөңгелектегі супер қаһарман сияқты. Білесіздер ме, ұшақтар Эверест тауының биіктігінен жоғары ұшады. Ұшақтар шамамен 10 километр биіктікте ұшады, ал Эверест 8,8 километр биіктікте. Ұшақтар тіпті дауыл арқылы ұша алады. Чемодан. Тұраққа дайындалып жатыр. Бұл қоқыс көлігі. Қоқыс көліктері ауыр жүк көтергіштер. Олар бір уақытта бірнеше тонна қоқыс тасымалдай алады. Бірақ барлық қоқыс көліктері бірдей көрінбейді. Алдыңғы жүктегіштер, артқы жүктегіштер, бүйір жүктегіштер немесе тіпті автоматты көліктер бар. Қоқыс көліктері қаланы таза ұстайды. Жедел жәрдем көліктері төтенше жағдайларда адамдарға көмектеседі. Парамедиктер жарақат алған немесе ауырып қалған адамдарды ауруханаға апарады. Жедел жәрдем көліктерінде жыпылықтайтын шамдар мен қатты сиреналар бар. Шамдар мен сиреналар басқа жүргізушілерге жол беру керектігін ескертеді. Жедел жәрдем көліктерінің әртүрлі түрлері бар. Төтенше, шұғыл емес және тіпті балаларға арналған. Жарайды, кеш аяқталды. Қайтайық.
Mектеп avtobuslari ашық сары түсті. Бұл түсті ұлттық мектеп автобусының сарысы деп атайды. Мектеп автобустары миллиондаған балаларды жинап, оларды бүкіл әлем бойынша мектепке апарады. Автобусты қайтадан ойыншыққа айналдыратын уақыт келді. Бір автобус аз көлікпен аз ластануға тең. Біз мектепке келдік. Қараңыз, бұл полиция жүк көлігі. Полиция көліктерінде жыпылықтайтын шамдар мен қатты сиреналар бар. Сондықтан оларды кез келген адам көріп, ести алады. Сабыр сақтаңыз, полиция осында. Полиция жүк көлігі үлкен, ішінде не бар? Ішінде радиолар, алғашқы көмек жинақтары және адамдарға көмектесетін арнайы құралдар бар. Ол шынымен кез келген нәрсенің үстінен жүре ала ма? Ол кедір-бұдыр жолдарда, шөпте және кейбір жолсыз жерлерде жүре алады. Жұмыстың сізге ең ұнайтын бөлігі қандай? Барлығын қауіпсіз ұстау және мұқтаж адамдарға көмектесу. Бұл ең жақсы бөлігі. Көлік кетіп қалмай тұрып, оны ойыншыққа айналдырайық. Полиция жүк көліктері мен офицерлер бізді қауіпсіз ұстайды. Бұл жануар тасымалдаушы. Бұл жүк көліктері жануарларды фермаларға, зообақтарға немесе баспаналарға қауіпсіз жеткізеді. Кел, сиыр, жүр. Кел, сиыр, кір. Жүр. Қайта айналдыратын уақыт келді. Бұл цемент жүк көлігі. Бұл жүк көлігі жолдар мен ғимараттар салу үшін цемент тасымалдайды. Алекс, сен не істедің? Бұл жүк көлігін қайтадан ойыншыққа айналдырайық. Бұл қозғалтқыш. Бұл трактор. Трактор артынан тіркеме тартады. Сондай-ақ ауыр заттарды көтеру үшін алдыңғы жүк тиегіші бар. Алдыңғы жүк тиегіш үлкен күрек сияқты. Ол топырақ, шөп, тас немесе құм тасымалдап, барлық осы заттарды жоғары көтере алады. Тракторлар көп жұмысты үнемдейді. Қайту уақыты келді. Рахмет, Даша, сен өте пайдалы болдың. Ештеңе етпейді. Алекс, бұл өте қызықты болды. Біз бірге ойнай аламыз. Ура! Енді, жігіттер, көлік атауларын қаншалықты жақсы есте сақтағандарыңызды тексерейік. Бұл қандай дыбыс? Я, жігіттер, бұл жедел жәрдем көлігі болды. Бұл қандай дыбыс? Бұл ұшақтың дыбысы болды. Бұл қандай дыбыс? Бұл өрт сөндіру көлігінің дыбысы болды. Жақсы жұмыс, жігіттер. Есіңізде болсын, біз бірге бөлісіп ойнағанда барлығы бақытты болады. Даша, командалық жұмыс әрқашан кез келген оқиғаны жақсартады. Ей, Стефи, ойыншық қорапты қарашы. Көрейік, Ева. Ой, бұл не? Сәлем, сәлем. Сәлем, достар. Бұл өте сүйкімді.
Biz қайдамыз? Идея, қуыршақ үйін жасайық. Иә. Бұл менің жаңа қызғылт лабубу үшін керемет үй болады. Жоқ, бұл менің көк лабубу үшін керемет үй болады. Жоқ, бұл менікі. Жоқ, бұл менің лабубу үшін. Бұл менің үйім. Вау, бізде екі үй бар. Эва, кешірші. Маған не болғанын білмедім. Балалар, достарыңмен бөлісу өте маңызды. Иә, мен де кешірім сұраймын, Стеффи. Біз бір-бірімізді құрметтеуіміз керек. Эва, маған құшақ керек. Қайтадан достар. Қайтадан достар. Үйімді көк түске бояйтын уақыт келді. Көк менің сүйікті түсім. Лабубу, жүгір. Үйімді қызғылт түске бояйтын уақыт келді. Тек қарашы. Мен қызғылт түсті жақсы көремін. Бәрін біркелкі таратуымыз керек, сонда әдемі көрінеді. Керемет. Тамаша. Бұл жұмсақ материалды жұмсақ шатыр жасау үшін қолданайық. Бұл логотипті менің қызғылт үйіме қояйық. Осы жерге. Саған қалай ұнайды? Енді менің кезегім жұмсақ материалды шатыр үшін қолдану. Ура, және көк логотип. Көк үйіңе қарашы, саған ұнай ма? Иә. Аулаңызды жайлы етіп, бұл қызғылт қоршауды қосатын уақыт келді. Дәл осылай. Бұл қызғылт гаражды осында қояйық. Бұл менің гаражым. Енді шатырды қояйық. Ал көліксіз гараж қандай? Мұнда кел. Өте керемет көлік. Менің көк лабубу үшін өз қолымызбен батут жасайық. Алдымен мінсіз шеңбер жасауымыз керек. Енді ортаңғы бөлігін итеруіміз керек. Енді матаны жасайық. Енді мұны таспамен жабуымыз керек. Енді оны бірге жабыстырайық. Соңғысы. Менің өз қолыммен жасаған батутыма қарашы. Мен өнер мен қолөнерді жақсы көремін, ал сендер ше? Мен білемін, біз қызғылт сабандарды пайдаланып, өз қолымызбен әткеншек жасаймыз. Мұнда желім қосайық. Бірінші қабаттағы қонақ бөлмені безендіретін уақыт келді. Менің лабубу үшін жұмсақ диван жасайық. Диванды жинайтын уақыт келді. Ал мұнда қызғылт кілем қоямыз. Қалай шыққанын қарашы. Диванның жанында кофе үстелі және музыка сабақтары үшін пианино. Мен пианиноның дыбысын жақсы көремін. Тұғыр және теледидар және шам. Бөлмеде бірнеше плакаттар, сағат және диско шар. Менің қонақ бөлмемнің қаншалықты әдемі екенін қарашы. Маған ұнайды. Бірақ қалай? Мен де кілем қоямын. Менің кішкентай лабубума тәттісі. Балалар, бірақ тек аз ғана. Көп болса, сіздің керемет істеріңізге зиян болуы мүмкін. Екінші қабатта не істеуім керек, жігіттер? Әрине, бізге ас үй салу керек. Менің қызғылт лабубум аш.
болсын, Лабубу. Стеффи, менің ас үйімді қарашы. Сен ашсың ба? Оу, менің Лабубум тамақ жегенді ұнатады. Бұл сондай сүйкімді. Ей Лабубу, өзіңнің әдебіңді сақта. Әдепті сақта, бұл өте маңызды. Меніңше, олар өте жақсы шықты. Және көрпелер мен жастықтар қосайық. Мен жасаған өз қолыммен жасалған төсегім ұнай ма? Жаман емес, бірақ менің өз төсегім бар. Бұл жақсы орын. Бұл менің ойын-сауық бөлмеме қоятын нәрсе. Тамаша идея. Ал бұл менің жатын бөлмемдегі жарық пен сиқырлы атмосфера үшін. Менің қызғылт Лабубума сүйкімді киім таңдайық. Менің көк Лабубума сүйкімді киімдердің бірін таңдайтын уақыт келді. Енді аулаға қызғылт шезлонг қосатын уақыт келді. Сонда менің Лабубум демалып тыныға алады. Менің Лабубум баскетбол сияқты белсенді ойындарды ұнатады. Қосыл, өзіңнің қызғылт Лабубуыңды алып кел, біз өте көңілдіміз. Оу, Ева, бұл керемет естіледі. Бірге ойнау және команда болып жұмыс істеу бәрін жақсартады. Сен дұрыс айтасың. Ева, бөлісу және бір-біріне көмектесу ең жақсысы. Бұдан былай бірге ойнап, бірге жасайық. Тамаша идея, мен келісемін.